Xayrlı gün, hürmetli o'quvchilar. Bugungi saboqlarga sәттілік тілей o'tib, saboqimizni boshlashga ruxsat etinglar. Saboqimizni boshlamas burun balar ekranga nazar audaraylik. Mana yerda аяқталмаған ой берілген, осыны кім аяқтап көреді? Менің әуезовым. Сен айғаным? Менің әуезовым қазақ КСР-ның еңбек сіңірген қайраткері. Менің әуезовым Бәрімізген аға көксерек әңгімесін жазған автор. Жақсы балар. Ендеше бүгін көксерек әңгімесін әрі қарай жалғастырып, осы әңгімені 3 топқа бөлініп алайық. Ақын келе ғой. Өмірмен байланыс 3-ші топқа барамыз. Осылай әркім өзіне таңдап алған сөздер арқылы 3 топқа бөлінеміз. Топтарға бөлініп қой балар, балалар, бүгінгі сабақтың талабы бір-бірімізді яғни тыңдаймыз, бір-бірімізді таң қалдыратындай жауаптар айтамыз және бір-біріміздің жетістігімізге әрине қуанамыз. Қарым-қатынастық қағидасын оқып алайық балалар. Сыйластық, бір-бірімізге сыйластық танытамыз, сенім артамыз, сүйіспеншілік білдіреміз. Түсінікті ғой балалар? Жақсы. Ендеше балалар, сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезов көксерек әңгімесін ары қарай қалдап жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатымен танысып алайық. Оқу мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектеріне қарай талдау. Ендеше балалар 3 топқа бөлініп алдық. Енді өзара ақылдаса отырып, топтағы өз рөлдеріңді анықтап алыңдар. Ендеше балалар оқу мақсатына бағытталған бірінші тапсырмамызға кірісейік. Мына жерде тұрақта балалар әртүрлі суреттер берілген, яғни әңгіменің желісі арқылы салынған суреттер. Осы суреттерді майнд-мап картасы, яғни интеллект карта деп аталады. Бұл жерде әңгіменің сюжет, композициялық талдау жазылған, оқиғаның басталуы, байланысы, дамуы, шешімі, шарттау шиеленісі. Осы композициялық талдауды мына суреттер желісі арқылы ретімен орналастырасыңдар. Алдыларында көк қорапшада тапсырманың мазмұны толық әр оқушыға берілген, танысып алсаңдар болады. Алдыларында балалар көк қалташалар берілген, топ басшылары осы қалташалардан тапсырманың мазмұны мен дескрипторларымен танысып, ары қарай тапсырмаға кірісейік. Уақыт бітті балалар, бірінші топ келіп қорғасаңдар. Біздің топқа берілген тақырып ол адам және табиғат арасындағы қарама-қайшылықты анықтау және де осы көксерек шығармасының оқиғаның басталуы және байланысының сипаттау. Ертеңіне түсте жарты шықты, алыстан дыбырлап, әлде қайда дыбырлаған дауыстар жақындай бастады. Күшіктердің жоталарынан тістелеп, ұяларына тыға бастады. Және де Құрмаштың ағашқа ағасы аңшы болды. Ол аңшылыққа барған кезде қасқырдың інін көрді. Ол жердегі анасын және де 7 күшіктің бесеуін өлтірді. Қалған екеуін тірі қалдырды да біреуінің төсегін қиып қалдырып, екіншісін ауылға алып кетті. Күшігінің біреуін өзінің нағашысы Құрмашқа әкеліп берді. Құрмаш оны бағып, оған көксерек деген атай берді. Оны өзі көп деген бағып, және де жақсылап қарады. Құрмаш көксерекке күшік кезінде не істеді? Қамқорлық етті, Жаз ортасына жақындаған кез еді. Құрмаш пен көксерек жақын достар болып, бір-біріне бауыр баса бастады. Құрмаш өзінің әжесінің қойнынан шығып, көксеректі өз қойнына алды. Құрмаш көксерекке бар мейірімін төкті. Жақсы. Енді тақырып бойынша балалар. Табиғат екі бөлек жаратылыс. Қасқыр ол жыртқыш, еркіндікке үйренген, далада туып өскен жыртқыш аң. Ал адамдар соның жыртқыш екенін біле тұра, оны еркіндіктен айырып, оны қинады. Яғни бұл адамның табиғатқа деген қарама-қайшылық. Өте жақсы, жарайсыңдар, отыра ғой. Екінші топ келесі. Бірінші топ енді сендер оқиғаның басталуы, байланысын анықтадыңдар, құрамдас бөлшектерін енді ана жерге барып, майнд-мап картасына жабыстырыңдар. Келесі екінші топты тыңдайық.
мен шиеленісін сипаттап, ондағы кейіпкерлердің эмоциясын жеткізеді. Жаз ортасына жақындаған кез болды. Бұл күнге дейін Көксерек ауыл иттерінің көресіні көрді. Бірақ бұл күнге дейін Көксерек қыңқ деген абырсынған дауысын шығарған жоқ. Бірақ осыдан 2 күн өткеннен кейін Көксерек үйде кенеттен жоғалып кетті. Ал Құмаш болса оны үйден қашып кетті деуге қимай, оны барлық жерден, барлық ауылдан іздеп шықты. Бірақ осыдан 3 күн өткеннен кейін Көксерек үйге қайтып оралды. Ол үйге оралысымен күннен күнге көп тамақ жеп тоңа бастады. Ол өзінің бұрынғы қалпына оралды. Соңғы ұлы ол нағыз қасқыр болып өсуінің белгісі еді. Ол осыны түсінгенде етіп күздің қара дауылды қараңғы ауыл қара түнде айдалаға қашып кетеді. Яғни бұл жердегі эмоция ол өзінің ашу-ызасын айдалаға көрсетті, яғни ол біреуден кек алғысы келіп ауылға қайтқысы келмеді. Өте жақсы. Бірақ уақыт өте келе Көксерек ауыл малдарына шабуыл жасап, өзінің қатыгездігін көрсетті. Мысалға, шиеге шабуыл жасап, арс етті. Жақсы, жарайсыңдар бала. Енді осы тақырыпты негізге алу барысында өздеріңде қандай эмоция пайда болды? Осы әңгімені оқу барысында. Осы әңгімені оқу барысында ең басында менде қуаныш сезімі болды. Яғни мен Көксеректің осы ауыл адамдары бауыр басып қалғаны үшін өте қатты қуандым, бірақ соңына келе тіпті ортасында да менде өте өкініш сезімі болды. Мен Көксеректің ашу-ызасын көре тұра өте қайғылы сезімдерді сездім. Жақсы, жарайсыңдар бала. Отыра ғой, 3-ші топты тыңдайық. Жақсы. Оқытқаның себебі дамуы, шиеленісі. 3-ші топқа берді, келеміз. Үшінші басыма отырған шарттаушылықтың шешімін өмірге байланыстыру. Ауылда оңай қатты өзгеріп, ата сауап қалады. Атасының орнына Құмаш мал бағуға тау жаққа кетеді. Ал бұл Құмашты көкжалға айналған кезі еді. Ол қой бағып жүрген Құмашты кездестіріп, оған тап беріп, бір жақ бетін жұлып алып, оны өлтіріп тастайды. Құмаш өлгеннен кейін ауыл адамдары қасқаны ертіп, тоққа қаратай шығады. Сол уақытта олар Көксеректі кездестіріп, қасқа мен Көксерек шайқасып кетеді. Екеулерінің күштері тең болғандықтан екеуі бір-бірінен жеңілмейді. Сол уақытта Бейсенбай келіп, Көксеректі атып тастайды. Сол уақытта Көксерек қаза табады. Көксерек қаза тапқаннан кейін Бейсенбай Құмаштың әжесінен Көксеректі апарады. Қорағаннан кейін неңді алып ем, неңді жазып ем, дауырына салып өсіргеннен басқан екі бет мен құлыным деп Көксеректі басқан тебеді. Яғни әжесі Құмаштың өліміне қайғы ұстады. Бұл өте қайғылы, трагедиялық қиын шығарма болды. Келе біз табиғат заңын бұзуымыз керек. Осыған жағдайда бұл өте үлкен рөл апаттарға келуі мүмкін. Өте жақсы, жарайсыңдар. Бір-бірімізге топтар арасында кері байланыс беріп жіберейік балалар. 1-ші топ, 2-ші топқа береді. Менің ойымша, 2-ші топ, яғни эмоция тобы өзінің жұмысын жақсы атқарды. Яғни өзіне берілген шығарманың құрамыз бөліктерін дұрыс алмастырды, және сұрақтарға жақсы жауап берді. Яғни мысалға айтсақ, осы эмоцияларды, яғни эпизодтары Көксеректің өзінің ашу-ызасын жақсылау эмоцияларын көрсетіп, яғни Неге алды? Үшінші топ өз тақырыбын жақсы ашты және Көксерек әңгімесіндегі құрамдас бөліктерін дұрыс анықтады. Бірінші топ шығарманың құрамдас бөліктерін дұрыс анықтады. Әсіресе бұл жерде маған Айдананың айтқан сөздері ұнады, яғни Айдана адам мен табиғат арасындағы қарама-қайшылықты анықтады. Өте жақсы, жарайсың. Келесі тапсырмамыз жасырын карта әдісімен орындалады. Жасырын картада 6 сұрақ жасырылған. Жылдам жауап берген оқушыға плюс 1 балл бонус беріледі. Бұда бастайық. Салыстыр дейді балалар. Кім жауап береді? Салыстыр дала қасқыры мен Көксерек. Дала қасқыры ол тәуелсіз, кең далада ойнап өскен. Ал Көксерек болса, негізінде Көксеректе дәл солай өсу керек болған. Бірақ Құмаш пен оның ағасы бұл табиғат заңдылығын бұзып, оны үйіне алып келді. Яғни Көксерек ол үйде өсті. Ол Жақсы, Аружанға 1 бонус балл қосамын.
Келесі дәлелде дейді. Көксеректі жауыздыққа итермелеген қандай жағдай? Кім жауап береді? Инабат. Менің ойымша көксеректі жауыздыққа итермелеген ол адамдардың өздері. Өйткені қасқыр деген ол дала аңы болғандықтан оны өздері үйлеріне әкеліп, оны кішкентай кезінен мәпелеп өсірді. Қасқырды қанша барсаң да орнаға қарап ұлиды деген сөз бекер айтылған. Халқымыз бекер айтпаған. Тамаша, жарайсың Инабат. Инабатқа бір бонус балл. Келесі сұрақ. Яғни көксеректің портретін суреттейміз. Айдана. Көксеректің бойы ұзын, құлағы ұзын, жүні көк ала, өзі қара түсті. Өте жақсы, жарайсың. Жақсы сипаттар ма балалар? Жақсы. Айданаға бір бонус балл. Келесі сұрақ. Зерте дейді. Қасқыр туралы тағы қандай шығарма білесің? Азамат айта ғой. Мен қасқыр туралы Мұхтар Әуезовтың бәріне белгілі, яғни көксеректің әңгімесін білемін. Және де Мұхтар Әуезовтың тағы бір әңгімесі ол ат қасқа әңгімесі. Сонымен қатар орыс ақыны, яғни Лев Толстойдың қасқыр күшігін қалай үйретуге болады деген әңгімесін білемін. Өте жақсы, жарайсың. Ал толтыра қош Жансая. Жарайсың Азамат. Ал Жансая. Мұхтар Мағауиннің шал және бөрі атты әңгімесі және де Мұртзаның ай және аша романы. Жарайсыңдар, өте жақсы Жансая. Жансаяға да бір балл толықтырып кетті. Көксеректің қатыгездігін қай тұста байқадың? Айданым. Мен көксеректің қатыгездігін ең басында, яғни бірінші рет мен оны ауыл малдарына, ауыл адамдарға, жалпы ауылға шабуыл жасаған кезде байқадым. Бірақ көксеректің ең жаман қатыгездігін мен Құмашты өлтіргенде байқадым. Бұл өте қатыгез әрі аянышты жағдай болды. Яғни күшік кезінен асырақ барып қағып қамқорлық етсе де Құмашқа көксерек қасқыр не істеді? Шабуыл жасады. Жарайсың Айғаным, бір балл. Келесі сұрақ соңғы. Қолдан көксерек туралы ел адамдары не дейді? Не дейді? Ауыл адамдары көксерек жайлы, көксерек жоғалып кетті ғой деген сөздер айтты. Тағы кім толықтырады? Ал Инабат. Көксерек жайлы ауыл адамдары, яғни ол ауылға шығып, ең алдымен Құмашты өлтіріп, және ауылға шауып, малдарын жеп кетті, және оны жауыз деп ойлады, және көксеректі олар жеп қойды. Көксеректі ұнатпады. Жарайсың Инабат, жарайсың. Инабатқа тағы бір балл. Және де тоғыз келсек, жаңағы көксеректі кішкентай кезден асыраған кезде де оны жаңағындай қатыгез ауыл адамдары қорыққан себебі ол қанша дегенмен қасқырдың баласы жыртқыш болып келеді. Өте жақсы жауап, жарайсың. Балалар, әр тапсырма бойынша жауаптарыңа өздерің бағалап отыруды ұмытпайық, жарай ма? Енді келесі тапсырмаға көшейік. Көксерек әңгімесіне сабағымызды жалпы бекіту үшін енді тест беріледі. Сендерге онлайн тест платформасы арқылы сілтеме жіберемін. Қазір өзіміздің топқа сабақ тобында осыны жекелей орындайсыңдар. Түсінікті ғой? Жұмысына кері байланыс беріп жіберейік балалар. 6 балл жинаған оқушылар қол көтеріңдер. Өте жақсы. 5 балл жинаған оқушылар бар ма? 4 балл? Жоқ, өте жақсы, жарайсыңдар. Тест жұмыстарын аяқтап бітсеңдер балалар, тест сұрақтары бойынша 7 сұрақ беріледі, максималды балл 6 балл. 1-ден 3 ұпай алған оқушы 2 балл жинайды. 3-тен 5 ұпай жинаған оқушы 4 балл алады, 6-7 ұпай жинаған бала 6 балл максималды жинайтын болады. Тест жауаптары бойынша өздеріңді бағалап парақшаларына түсіріп отырыңдар. Ендеше балалар, бүгінгі сабақта өздерің бағалап отырдыңдар. Енді әр топтың топ басшысы келіп, мына жерге бағалау парақшасына топ мүшелерін бағалап жүресің. Өз топтарың бойынша қойып жүріңдер. Топтар бір-біріне жақсы кері байланыс бердіңдер балалар. Ендеше бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына сәйкес шығарманың сюжетінің құрамдас бөлшектерін өте тамаша талдап беріңдер. Сол үшін 3 топқа да топтық жұмыстың 4 баллын қоямыз. Осымен балалар, сабағымыз өз мәресіне жетті. Енді кері байланыс береміз сабағымызға. 3 қағидасы арқылы кері байланыс бересіздер. Яғни бүгінгі сабақта не қиын болды, не қызық болды, және өзің өмірге алып кеткен
құнды дүниеңді жазып. Тақтада мен жетістік баспалдағын іліп қойдым. Жетістік баспалдағы бойынша өзің қай баспалдақта тұрғаныңды анықтап, стикерлерге кері байланыс беріп жабыстыруларыңды сұраймын. Бала жас болсақ, өздерінің жетістіктеріңді анықтаңдар. Тақтаға келтірейін. Айша, сен неге өзіңді екінші баспалдақта тұрмын деп есептедің? Мен тоғыз байқадым. Бізде карта бойынша тапсырмада мен негізі өзіме сенімді болып жауап берген кезде басқа балалар менде жылым бойынша озып және де мен уақытты игере алмай қалдым. Үйге тапсырма жазып алайық. 106 бет 4-ші тапсырма. Бүгінгі сабақта Алтынайдың еңбегін ерекше атап өткім келеді. Себебі Алтынай бізде шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін үйден өз қолымен салып, міне бүгін бізге алып келіп отыр осындай суреттер. Сол үшін балалар бүгінгі сабақта Алтынайдың зор еңбегіне Алтынайға бір қошемет көрсетіп, от шашу берейікші балалар. Тамаша, Алтынай, жарайсың, менің де саған берер бағам өте жақсы. Осымен балалар сабағымыздың оқу мақсатына, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдап, оқу мақсатына толықтай жеттік балалар. Бүгінгі тамаша сабақ үшін сендерге үлкен рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.